Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге жасалуы небәрі 20 минут қана кететін, ешқандай да миксермен сливкиді қажет етпейтін оңай торттың рецептімен бөлісетін боламын. Таза құрғақ ыдысқа сары майымызды, қантымызды, жұмыртқамызды, разрыхлителімізді барлығын салып, қолдың көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Менде май бөлме температурасында болды. Енді бұған ұнымызды саламыз. 2,5 кесе шай кесемен ұн салып, қолдың көмегімен араластырып отырамыз. 2,5 кесе жеткілікті болды. Бізде жұмсақ теста пайда болады. Дайын тестамызды теңдей ортасынан бөліп қоямыз, 5-10 минутқа қалдырамыз. Мен алуға ыңғайлы болу үшін ұнның бетіне қойып қойдым, 2-ге бөліп. Енді табамызды майлап, ішіне тестамызды жайғастыратын боламыз. Қолға жабыспау үшін қолыңызды ұнға батырып жағып тұрсаңыз болады. Енді қызып тұрған пеште 250 градуста пісіріп алатын боламыз. Корждарымыз өте тез піседі. Менің корждарым пісіп шықты. Әркімнің өзінің печкасына байланысты. Қайта-қайта көріп отырыңыздар. Тез піседі. Осындай жұмсақ, нәзік болып шығады. Мен артығын осылай кесіп алдым, бетін сәндеу үшін. Әркім өз қалауынша сәндейді. Крем жасайтын боламын. Отқа қоятын ыдысымызға 1 кесе сүтімізді, бөлме температурасында 1 кесе суымызды, жарты кесе қантымызды, 3 ас қасық ұнымызды салып, түйірлері кеткенше жақсылап араластырамыз. Сосын отқа қойып, бір қайнаған соң үздіксіз араластырып отырамыз. Қою масса болғанша. Осымен креміміз дайын. Корждарымызды бірден жинап бастаймыз. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасалуына небәрі 20 ғана минут уақыттарыңыз кетеді. Өте жұмсақ, нәзік, әрі үлкен болып шығады. Беттерін қалағандарыңызша сәндеуге болады. Осымен біздің тортымыз дайын. Каналға тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын.